Әкин әлім қылып, тұлпардың тағдыры. Әңгіме. Аласатаудың етегіндегі жалпақ сазға тігілген үй жүз қаралы. Бұл Қаратау теріскей үрдісіне әбі-сәбі тойхана. Үйлер жалпақ сазды айнала, аудандана арасы алшақ тігілгендіктен қораш тойхана ұлан асыр асқа бергісіз. Той жасаушы осы өңірге кірбе егіс тайпа. Сарыарқа мен Қаратаудың арасын жел айдаған қаңбақтай қысы жазы көшіп қонып жүретін алшын тама текті ел еді. Біреулер 8 болыс, біреулер 16 болыс деседі. Осы өңірге сіңіп кеткен екі тайпаның ағасы Мақы, бүгінгі тойдың иесі де сол. Мақының бармаған тауы баспаған жері жоқ. Жас кезінде Сарысу бойын одан жоғары әрлеп Сайқын тауын жайлады. Арғын Найманың әкімсінген қулары тыныштық бермеген соң, осы жаққа Қаратаудың теріскейіне ауды. Мың дегенмен бұл жақтың елі момын, кірмені қудалау дегенді білмейді. Тек өзара ғана болмашыға қырқысып қалатын кездері бар. Осы жақтан түсірген келіне той жасағанда Мақының ішкі есебі болды. Біріншіден жиын той жақсы өссе, Мақылардың кірмелігі қолдың кіріндей шәйліп кетпек. Екінші ежел күрдіс дәстүрге берік теріскейліктерге тойға құралақан келмейді. Тыраштанып бірінен бірі асырып, өз атағын шығаруға тырысады. Сайып келгенде тойға шығарған шығысы 2 есе 3 есе қайтады. Мақының орта шарқы ортасы алшақтанған дөңгеленген үйлердің қақ ортасында. Қалпиған жалпақ үй кірме екенін айтпай-ақ танытып тұр. Бұл үйге түсуші қонақтар жоқ, даяршылар ғана кіріп шығып, кімдерді қайда түсіру керек екенін сұрайды. Ана жақтан, мына жақтан келе жатқан шоғыр топтың алдынан шығып, тойханаға келіп орналастырады. Осы тәртіппен тойшыларды қабылдап жатты. Мақының тамыр таныстары, жора жолдастары, жекжат жұралары 1-9, 3-9-ның тарту таралғыларын әкеліп, орданың алдыңғы кермені қыбырлаған малға толтырды. Көбісі ашатияқ тана торпақ, сонау ұшпастан келген белқұдасы ғана кілем жапқан нар әкелді. Бұған 1-2 қылқұйрық қосылды. Жұрт түгел жиналып болдау деген шамада бас даяшы ордаға ентіге кірді. Шәштәзінің бұлағында шағын шоғыр суға шомылып жатыр. Құйрық жалын сүзген бәйгаты бар, асығар түрлері жоқ. Мақы тысқа шығып алақанның астынан қиғаш қарап тұрды да. Әулиенің суына шомылып жатқан кінәкәрлер, тілештер ғой шамасы бар, алдын ора деді. Тілештер суға түскен бұлақты біреулер Шәштәзіз, біреулер әулие деп атайды. Екеуінің мәнісі бір. Едіге жырындағы бабай төкті Шәштәздің соңғысы осы. Бабай төктіні жұрт Бабата деп те атайды. Ол осыдан 40-50 шақырым жерде ел аузындағы аңызға қарағанда Бабатада Шәштәз әулие болыпты мыс. Алғашқы еркегі соңғысы ұрғашысы мыс. Иман сұрайтындардың Бабатаға, бала тиілдейтіндердің Шәштәзге түнейтіні сондықтан деседі. Осы лақапқа қанық Мақы Шәштәзіз бұлағының басы о баста бір құлдаған қайнар болғанын, Шыңғысханның сарбаздары қайнардың көзіне қорғасын құйып бітеп тастағанын білмейді. Оның ұғымында әулиенің суына шомылуға болмайды, оған 40-нан шыққан сәбиді ғана шомылдырады. Қасиетті суды лайлаулардан тіксініп қалған Мақы үй жанында тұрып тілешті ойлап кетті. От ауызды, орақ түсті тілештің істемеген кәсібі жоқ деседі, бір кезде төңкеріске қатысыпты мыс. Әлде бір себеппен істі болып, әупіріммен зорға құтылыпты.
Кеңес үкіметі нығайғанда бұрынғы қызметін бетке ұстап, жетістіктердің бірі болып шыға келеді. Тұрар Рысқұловтың қолдауымен нашалнигті алып жарты жыл болыста болады. Жергілікті дүмділер дүниені аямай орнынан түсіргенде сауда-саттықпен айналысады. Бұл күнде қолы бос атқа мінер, жан баққан пенде, сөйте тұра беделі әлі күшті. Мақы мен Тілештің қарым қатынасы жақсы. Әне бір жылы сауық қой таманың бой жеткендерімен алақан жетіспек ойнатқаннан бері Тілеш етене сырлас боп кеткен. Еке орайы келгенде үзеңгі қағысып ел аралайды. Бір табақтан дәм татысады, карта ойнайды. Осындай сыйластығы бола тұра Мақы оған сенбейді. Қойнына сапы тыққан кісәпірдей көрінеді. Қасиетті суды лайлауында жүрек шошырлықтай сыр бар. Тілештің ұруы бес таңбалының бір таңбалысынан. Біреулер оның арғы тегін татар, біреулер орыс деседі. Мұхаммед пайғамбардың қазақ сахарасын бағындырған заманда сабауды бес жігіт қолға түсіпті мыс. Жалпақ елді аузына қаратқан әзірет боз биенің қанына саусақтарын малтып, мұсылманға айналдырыпты мыс. Бес таңбалының мәнісі осы деседі. Не де болса Тілеш бұл күнде сұсты адам. Оның атағы күнгей теріскейге түгел жайылған, шалғайдағы сарыарқа да оны біледі. Тілеште ежелден нөкер болмайды, қасына ертетіні бесеу-алтаудан аспайды. Бірақ жетіне нығай мен сығай келеді. Сайдың тасындай сақа жігіттер аттан түскенде қамшысын етігінің қоншына тығып үрей ұшырады. Қитетсе бастан тартып жіберетін тасырлар. Тілештің тілсіз айбары. Мақы Тілештерді ең оңды үйге түсірді, бір қап арпаның аузын ашып босағаға қойды. Өзге тойшылардың жігіт желеңі түнде тойханадан ұзап шүйгінге ат жайғанда Тілештің серіктері көлігімен қолдан жемлейтін болды. Тілеш тойға тартуға қараң-құраң әкелмеді. Түс әлетінде жақсымен жайсаңдар ордада бас қосқанда қалтасынан ақша шығарып берді. Қыры сынбаған 3 сомдық көкала қағаздарды сықырлатып біріне бірін жалғастырып көрінеу мақтады. Тілешкелескендердің бірі суырып саныма жырау еді. Руы да жырау аталады. Тілешке жақын жекжат болғандықтан таңбаларға лесіп келеді. Кіржамбас көйлегінің сыртынан чейдем чекпен киген жырауға былайша айтқанда жарлы ақынға Мақы әзіл оспақ айтты. Чақалақ мырза, Тілекеңнің жол жобасын көрдің ғой, тойға өзің нендей тарту таралға келдің. Жорта босаға жақта отыра кеткен шақалақ ырғалып тамағын қырнады. Жұрттың ілтипат ауған кезде өлеңдете жөнелді. Той қылып шақырыпсың Мақы шырақ, аулың былтырғыдан биыл жырақ, бар еді міссетімде жалғыз лақ, бермеді лағымды қызым жылап, тойыңа 3 сом ақша әкеп тұрмын, күмісінен қағазы ұзынырақ. Жұрт тым-тырыс үнсіз отырып қалды. Саба маңында қара шыбындар ызыңдады. Мақы, жағыңа жылан жұмыртқаласын сенің деп уытты әзілге шаптырды. Кейін думан өз салтымен өтіп жатты. Жыршылар жыр айтты, әншілер ән шырқасты. Беделді үйлерде сырнай мен домбыра құлақ құрышын қандырды. Жастардың құнтүйі, кекселердің 21-і кешкі ермектің бодауында жүрді. Күндізгі құнан бәйге, дөнен бәйгелердің қызығына көпшіліктің құмары қанбай қалды. Ұзын сонарды жақсы көретіндері тығыздалған ұшқыр шабыс діңке құртты ғой десті. Шынында да алыс қайдаған аттарды көтіп отырудың қанибеті қанша. Чар тараптан түп тартуға шейін бытыраған ала-шала жұрт әр жерде шоғырланып отырады. Балуан күрестіріп, құмалақ ашып, жорамал әңгіме шертісіп, сәскеден екіндіге дейін ермек кешіседі.
Осы қызықты желісі терең жоқ, бүрсігүні тартылмақшы. Жұрт азанғы шайдан кейін тысқа шығып, кермедегі жүйріктерге назар салумен болды. Бұл сәтте бүйірі қызбаған желдаяқтарды көлділін көзден қызғану жоқ. Көз өтеді деген ұғым және жоқ. Бәйге аты жалмыш салынғанда ғана қашқақтайды. Кермедегі жалаңаш жылқы суға шомылған адамдай бір-біріне ұқсас. Жылқы сынайтын сыншының мыңнан бірі ғана байлаулы аттың аяқ алысын мүсінін таниды. Телештің жетегіне алып келгені өзінің атақты көк қасқасы. Осыдан 3 жыл бұрын арыс бойындағы ағайыннан базыналық пен барымталап алып еді. Бодауынан әрең құтылды. 3 жылдың беделінде көк қасқа талай бәйгеге қосылды. Көңіл қалдырған жері жоқ. Бірде бірінші, бірде екінші келеді. Оның өне бойы тайталасы сіргелі Әжібек байдың тораяғы. Бірде тораяқ озады, бірде көк қасқа озады. Бап жаппайды бақ шабады демекші, пешененің алма кезек жарлатын кесі бар. Тілеш үшін ең қызығы көк қасқаның түпкі тартуға әбсе бірінші боп келетіні. Алыстан чаң шығып жұрт «Я Құдай-ай» десіп тықыршып тұрғанда көк қасқаның маңдайы жарқ ете қалады. Тұла бойындағы мірміні тарту сүймейді. Чекәмшіл адамдай басы кегжеңдеп чартақ маңында сыр беріп қояды. Араб итектер жылқының алысқа шаппайтынынан Тілеш хабардар. Көк қасқа таза сәйгүліктен емес, күнгөйлік будан. Бірақ буданның да буданы бар. Құлан тектес құлагерлер күнгөй теріскейде жоқ. Бұл жақтың жүйрігі күрең мен тордан шығады. Күреңі жақынға, торысы алысқа шабады. Ал қара көктен тарлан ашқан ақбоздар қолға сирек түседі. Қолтығы сойылып болмаған көк қасқаның ұзын сонар сынап алды. Атының сыры иесіне мәлім демекші, Тілеш алдағы жарыстан қау билейді. Сасықбайдың торысы сағын сындырар, басыр сезіммен түйсінеді. Әжібек бұл торыны жабағысында нағашы жұртынан сұрап алған. Нағашысы ыстының ішіндегі ожырай қыжығырларға алыстан қосылатын кедей тайпа. Тұлпар түбін табады деген сөз Әжібектің әмсе үрейін ұшырады. Тілештің дәтке қуат тұтары да қарау үрдіс. Бүгін таңертеңгі шайдан кейін тойшылардың еті тірісі түгелдей тысқа шыққанда Тілештер үйде отырып қалды. Қарасұр Тілештің шүңірек көзі шүйле түсіп, түсі қарауытып, серіктеріне тіс жармады. Оның қабағын бағып үйренген жігіттері бір сойқанды көксеп отырғанын күңгірт түйсінді. Тілеш болса бүрсігүні болатын бәйген ойлайды. Кеше бәйгаттардың бәрін шолып шыққан. Нәсілі әртүрлі жылқының бірі қара, бірі шұбар, бірі күрең. Тіпті жирендер де бар. Бұлардың бәрі алысқа шаппайтын аттар. Тілеш бір сәт ошақтылардың алагөгінен шошынды. Бірақ әр айналып, бер айналып қарағанда одан да мін тапты. Жауырыны қушықтау, танауы желбілеу екен. Күнгөйдің ұшқыр екенсің ғой деп топшылады. Ат айналып қазығын тамар демекші, Тілештің қорқатыны өзіне бұрыннан таныс тобылғы түсті торы боп шықты. Әжібектің тораяғы еді, жотасы түп тұтас, жылқының омырауы аяқ қаптай, танауы шелектей, бота тірсегі құйма тұяғын әдеппен әдемі көрсетеді. Төңкерілген сауыры көп суытуды артықтау сүмпиіп қалыпты. Жығылғыр жүні өліп қалыпты. Алысқа сілтемекші екенсің ғой. Тілештің қазіргі отбасында түнеруінде осы торының ылаңы бар. Арғатасы араби көк қасқа будан торымен жарысқанда қандай тәсілмен озбақ. Айла тәсіл жәрдемдесе қояр мекен, жарыстың аты жарыс. Сайып келгенде шын жүйрік озады. Рас, күнгейде емес теріскейдің бәйгесінде тарту болады.
Biroq budan to'g'ri tortuvchilardan da tabılады qo'y. Sirgeli etekli yel Kur'an küçeygende ölgön tirilgenine qaramaydı. Her oylap bir oylap kelgende Tileştin kıyanattan başka süyeneri kalmadı. Ol baganadan bergi Tunjurawdың çırkın özü bızıp. Jigitler, erteň jok börsügünü bäriňe bir synak bar dep tepçigen betin sürtdi. Jigitler japyrla garasdy, tätti gara jymyň gagyp, iş gusta kılmay aýtsaňçy dep soýkantyly başlady. Tileş jibekde yesilgen qoňur ünmen uzak äňgime şertip ketdi. Ol bolaşak baýdan aňdygan aňysyn, aňgargan jaýjapsaryn jüýrüklerdiň çama çarkyn egjeý-tegjeýin bayan ete gelip, Äjibekdiň torusundan çoşuýtyn aşyp aýtdy. Osu tuska gelgende arkasy gozup aşuga bolukdy. Tilin çaýnap söýleýdiň kissede bolmaşa totuga saňkyldagan dawuska awusdy. Kılgeňirdekке gelgende aýtmakçy edim bärin telmirgen soň dätim çydamady. Jane künülgeri pysyk bolup jörsün dedim. Börsügünü atlatkanda ekige jarlasyňdar, köpüň köp gaskany tartasyň. Azyň Äjibekdiň torsun kakbaýlap çetkeri çygaryp ketesiňdir. Bunsuz biz köl gösör oljadan kagılamyz. Töbeli çygyp jürmesin dep kıykaktady kawga sakal kabaş. Tileş tunjuraý түстü. İşinin sakaldy gul jarıtpas bir garynbaýdy bir gumalak şeretedi dep otur. Bulardyň eň jasygy balgir kabaş edi. Birak onuň özünde-de bir tekdeserligi bar. Baýagyda awlyna ýatyn awdaryp almak bolganda kamçymyň basyndan tartyp jiberip abaktyga түskönde aýlaly Tileş gutgaryp algandy. Sol kabaş kütmegen жерден sır berip goýdy. Dertke dawa tätti garanyň sotkarlygy boldy. Ol orundan atyp durup, taň ballarga keregi töbeles emismi? Basyndy uramalmen tartyp taslawga bir japyrak şüpürek tabylmaýma? Men köýlegimdi jyrtyp beremin dedi. Osu gezde üýge Äjibek kirip geldi. Sasyp kalgan kabaş tys dedi. Tys pystyk aýtesin dedi Äjibek. Estigen kulakta жазыk jok. Karaw niýetden kaýtyňdar. Küngöýden gelgen körmedükke ekinçi bäýgede jetedi. Ol ekilene düşdi. Nemeni her gaýsyň bir torbaktan aýdap gaýsaň, kekiregiň asama. Tätti gara namystandy, taramys uzun denesin eňkeýip, Tileşke iýle garap kaldy. Tileş basyn çalkaýta jüreley otura bergen tätti garaga. Kap kılgeňirdek ketdi dep sanyny sokdy. Äjibek kasyna jigit ertpey жалгыз gelipdi. Tileşdiň karsy aldyna jüreley oturup makaldap mätildep söýlep gitdi. Ol tösküýde maly, tösökde basy gosulgan ag dambal, kök dambal eldiň mamrajaý gezi osu gez eken, alystan gelgen jat jurtdyň osmanga tügel sınç ekenin, ulustuň uly gününde säl närseden çeý çyksa uýatынан tilekeňdirmen äjekeňdirdiň galatyn aýtyp ötdi. Ataly söz edi, amalsyz toktagan Tileş äňgimeniň betin burda. Äjibek täňir alsyn seni. Jasyň jer ordasynda gelgençe oýun çynda ajrata bilmeýsiň. Былтыр жора жолдаşlaryň men äjwelap tulpar törkünün tabady. Äjibekdiň torsun ustaýmyz desem, tap şappaý bir tulpardy alyp kaçyp ketipsiň. Bas bäýgeni gaýdagy qoňratdyň tobur aldy. Endi bugünkü sarbazlarymdy synaýyn degen äjwany çynga jorup aram ter bolasyn. Äjibek eldenilerde oýlanyp oturup kaldy. Akyrynda okus tarykkan dawusben ökbe aýtdy. Aldyňky ýyly ojray hujurdyň goltuguna suw börköp, bäýgeden gelgen atymdy ustatdyň. Iki eldiň kyrkystyryp, aldyňa jügündürip, bilikke ne alganyňa şeýin bilemiz. Östaranyň yüzündey kulpyryp durasyň. Aýlaňdan korkasyň, былтыр torumdy alyp kaçdyň, oljadan kagıldym. Ötken gündüň kıyanaty Äjibekde zaga bugulukdyrdy. Ol aşyna tüsüp, Tileş sen äzadildiňdi kaçan goýasyň dep ejireydi.
Тилеш чүңірек көзімен çöýle garady. Әжібектің қою қайқы кірпігі жыпылықтады. Екеуінің көз алдынан алдыңғы жылғы оқиға мен былтырғы оқиға өтіп жатыр. Алдыңғы жылы Үшбас өзенінің басында Тартоғайда болған асыда бәйгеге 100-ден астам ат қосылды. Түп татуға 5-6 ат түйдектеле шылбыр берді. Әжібектің торысы ию-қию айқай күшейгенде тартуға бой бермей шабысқа шабыс қосты. Қуғын көрген қояндай құлағын қайшылап құстай ұшты. Бас бәйген алған тораяқты Әжібек кейін тігул үйге кіргізіп жібек арақаны торылықтың үстіне лақтырып тастады. Дәл ас тарқар кезде ожырай құжырлары шоғырланып келіп үйді аударып тұлпарды тартып әкетті. Әжібек жер бауырлап жапа көтірген жетімдей өксіді. Осыдан кейін басын орамалмен шарт байлағандар екі жақтан аңдағайлап ұрысқа әзірленді. Әңгіме насырға шапқанда ысты сіргелінің атқа мінерлері Тілешке жүгініп төрелік сұрасты. Қиян кесуі дау бітімге келгенде Тілештің серіктері қараң-құраң малайдап қайтты. Былтырғы оқиға бұдан бөлек еді. Тағы да бір аста Тілеш пен Әжібек көрші болды. Ертең шабыс болады деген күніңірде Тілеш жорта күлімдеп асып төгіліп отырды да, ертең Әжібектің торы атырланады деді. Жаман хабарды құлағы шалған Әжібек түнде тор аяғын алып қашты. Ертеңінде бірінші бәйге Тілештің көк қасқасына тиді. Бұл жиынның жөні басқа. Қалыс кірменің тойына келгендер сан рудан, сан тайпадан. Бұндай бас қосыста жаңжал шығару екінің бірінің қолынан келе бермейді. Дегенмен жүрек шайлы боп қалған Әжібек Тілештен іштей қаймығады. Оның арам ниетінің үстінен түскенін көңілге медеу тұтады. Тілеш пен Әжібек көңілсіз ырғасып отырғанда сырттан көбір-сыбыр дыбыстар құлаққа шалынды. Тілеш іргеден қарағанда кермедегі көк қасқаны сынап тұрған 10 шақты адамды көрді. Ішінде Мақы да бар еді. Тілеш ішің майлана бастаған екен, құрым кигізден қоя жегізін деп бір қойды. Ол тік жағалы ноғай бешпентін киіп тысқа шықты. Осы кезде тойхананың шетінде тұрған ақ камзалды милицияға көзі түсті. Бұрынғы болыстар бұл күнде аудан оталады. Алыстағы аудан орталығына милицияның неге келгені Тілешке қараңғы. Ол қаңғалақтап жүріп тойдың үстінен түскен шығар деп топшылады. Ауданның басшылары Тілешке түгелдей таныс, түгелдей сыйласты. Оны туратамай Тілекең деп десетіндер де бар. Жасы ұлғайын құрбы-құрдастары әзілдеп, Тілеуқұлдан қалайша Тілешке айналып кеттің деп те қояды. Аудан негізіне ел ағаларына сүйенетін мекемелер. Аудандық қызметкерлердің өзара қырқысып жатады. Ескі пиғыл құлыптан арла болмаған кез еді. Дегенмен милициядан Тілештей шошыды. Бұрынғы ниеттен қайтуға тура келді. Ол Мақыны ұзатып әкетті. Анадай жерге барып әңгімелесіп отырды. Оңаша әңгіме бүрсігүні болатын ұлы шабысқа сайды. Тілеш жарыстың мөлшерін сұрап еді. Мақы тура жауап бермеді. Тілеш қыстап қоймады. Мақы суырылдың терісіндей жасаған бұшбақ бөркін алшысынан ысырып, сусынға қымыз ішіп, жемге тобылғының бүршігін жеген арқалық будандары бұл жақта жоқ қой. Ат өлетін алысқа апара қоймаспыз. Қаратаудың ырымын жасаймыз дағы деп насып аятты. Кәдімгідей бусанып тұр. Той иесінің көңілді сәтін пайдаланған Тілеш. Сұраған жұртқа аттарды шамадан алыс қайдаймыз дей салшы деп қиғылды. Өтірікке итересің бе? Тілеш шамданды. Біздің ел біреуге алдауға өтірік байлайды. Бір ауыз жел сөзден нең құриды. Жарайды дей салды Мақы. Екеуі керменің қасына келді. Әжібек қара барқыт пен
Әдептігін ақ қалпағын аударып киіп. Біздікіне жүр сусын ішіңдер, деді. Сусын үстінде ат жабыс әңгіме болды. Отымды бір тұста Тілеш: «Уа Мақы, құнан мен дөнен қызығына қанбай қалдық қой. Ұлы бәйгенің мәресі қанша шақырым?» деп сұрады. Мақы мүдірістеді. Шын сөйлерін, жалған сөйлерін білмей отыр. Тілештің шүңірек көзі тұнжырап чөйліп кетті. Мақы: «Арқаның ат жарысын еске түсіргіміз келеді. Рабайсыз ұзаққа айдаймыз», дей салды. Тілеш жайдарлана бастады, тік жағасын қос қолдап аша түсіп. Тынысым кеңіді ғой. Әкелші Насыбайды, деді. Мүйіс жақшаны қисық табан етігінің жалпақ өкшесіне ұрып жатып. Шіркін, сарыарқа, құлагер, құлашегірлердің аруағы қолдай көр, деп бірі қойды. Әжібектен Тілеш көтбасар болып шықты. Сол күні шаңқай түсте аттардан қамау тер алынды. Үстіне бала мінген бәйге аттары бапкерлермен жарыса андыздап шауып бара жатты. Ең соңғы даярлық, ақырғы сынақ осы қамау тер. Желдаяққа мініп жарысқан бапкерлер үйреншікті жаттығудан әлде қайда алысқа шауып, бәйге аттарының қолтығын сөгіп, өкпесін өшіреді. Қайтып оралғанда қапырыққа қамайды, моншақтанған терді тілімен татып, кермегі жоқ болса мәз бейрам болады. Жалпы тәсіл осылай болғанымен, әр бапкердің ішкі есебі бөлек. Аттың жасына, нәсіліне, қоңына, жарыстың мөлшеріне қарай баптайды. Тілеш көк қасқанын тасалатты. Әжібек болса бапкеріне сенумен тынды. Өз жанынан шығарып айтқаны: Мақыдан қанған құпия жарыстың рабайсыз ұзақтығы. Бапкер: «Маған керегінің өзі осы ғой», деп қуаданша ернін қымқырды. Түс қайтқан мезгілде ана жерде де мына жерде де қамау тер алынып жатты. Әркім әзатынан дәмелі. Бәрі бәтуаласып қойғандай тер татысады. Біреулер бабына келіпті жануар деп сүйсінсе, біреулер кермектеу ме қалай деп бас шайқайды. Торайалақ екінтал етінде оралды. Қалың сіргелі қаумалап қираған тамға кіргізді. Тамның тесігіне көрпе саңылауына тоқым тығып қапырықтан бітеп тастады. Тамның төбесі ашық еді. Ыстығы қайтпаған күннің сәулесі шақырая түсіп тұрды. Алыстан оралған тораяқ ентігіп барып келіп тұр. Сауырын тер жауып кеткен. Алқам-салқам омырауынан ақ моншақтар үзіліп түсіп жатыр. Әжібек мәз боп тұр. Ол өзгелерден көргенін істейді. Шыбын жаны қиналған жүйріктің кеудесіне құлағын тосып, көкірегі қырылдай ма қалай деп қояды. Артынша жаудаяған жаралы әне-міне саңылаудан жел соғып тұр. Бітеңдер тез деп бұйырады. Соңғы саңылау бітелгенде тамның іші тіптен күйіп кетті. Төбеден ұйыған жел шақырайған күннің сәулесінде ыстық құйын боп соқты. Бұл мезетте тораяққа ыстық құйын керек емес, самал керек еді. Күйген өкпеге тұншыққан тынысқа леп керекті. Көкпардан жығылған жылқының жел жағына кісі шықпайтындай әжібектер пайымдамады. Терге құныққан қара көгілдір өз қызығымен болды. Көзінің еті қанталаған тораяқ солқылдап, қырылдап, талықсып тұрды да талмауырлап құлай кетті. Ойбай деп шуласты сіргелілер. Басына жастық қой деп бұйырды әжібек. Басына жастық қой, тесіктерді аш деген ақыл ойына кірер емес. Білместік қар баласында қымбат минуттар өтіп кетті. Өкпесі күйіп тынысы біткен торалаяқ көкірек ауруынан үзілген баладай басын зорға көтеріп қапырық дүниеге ақырғы рет назар салды. Мұңлы көзінен екі тамшы жас үзіліп түсті. Жаспен бірге өзі де үзіліп кетті.
Kechki qaray toyxonaning sırtında jalpoçta atlar jelpinip жүрді. Сынчылар аттардың аяқ алысын ғана аңдасты. Jalpoçta ашу әйел баланың етегін ашумен тең. Оған әрине ешкімнің батылдығы бармады. Күндізгідей емес көк қасқа тасаланбай көп аттың деңгейінде жүр. Терін үгіп алған жануар басын шұлғып, аяғын сергек сейдей басады. Шылбыр селкеуленіп, мойнын шұғыл бұрғанда маңдай жарқ етеді. Анадайдан қарап тұрған Тілеш пешенеңнен көр жануармай деп насаттанады. Баяғыда тас өрге домалап тұрған қызметі бабымен кете бергенде бәйгі атқа ауыз салмас беді, кім білсін. Тағдыр шіркін құбылып осындай құмарлыққа кеп соқтырды. Тілеш бір ауық жазықсыз мерт болған тораяқты аяды. Бұл атырапта Тілешке тең атқа мінер жоқ болса, көк қасқаның теңі торалаяқ еді. Жақынға шапса көк қасқа озып, алысқа шапса торалаяқ қозып, екеуінің бәсекесі көздің құртын жеуші еді. Жалпақ елге аңыз боп тараған екі жүйрік ара күдік қауғышып, үзеңгісі қағыса келгенде етене жақындай оқыранысып, төл тілде сырласушы еді. Жазғы жайлауда екеуі бір-бірінің дауысын алты қырқаның астынан танушы еді. Енді сырласар серігі жоқ данышпандай көк қасқаның ішқұсалыққа ұрын басына кім кепіл? Тілеш күйзелісті қиял кешіп тұрғанда көк қасқаны жетелеген бала ұрғытып алдынан өтті. Көк қасқа сұлудай наркес көзін төңкере қарады. Тіл жеткісіз тұңғиық сыр бар еді. Тілеш ішінен бақасыңнан айырылдың жануарым-ай деді. Осы кезде Әжібек тораяқтың басын кесіп әкеле жатты. Өзінде сағынышты сезім болмаса да, әлдекімдерден естігеніне еліктеген еді. Көк қасқа тіксіне қарап артынша кісінеп қоя берді. Тілештің тұла бойы чымырлап кетті. Түнде Әжібек те, Тілеш те дөңбекшіп, көп кешеден ұйықтай алмады. Екеуі екі түрлі қиял кешті. Екеуінің ойы да тұлпардың тағдырына сая берді. Тәкен Әлімқұлов, оқыған қабілет Бәделхан. 2025 жылы қаңтар.